Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді асқабақтан суп дайындайтын боламыз. Бірінші кезекте бізге керекті заттарымызды осылай турап дайындап аламыз. Пияз, чеснок, картошка, сәбіз, асқабақ керек болады. Майымызды қыздырып, пияз бен чеснокты жақсылап қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып болды. Енді үстіне картоп пен сәбізімізді салып және қуырамыз. Содан соң асқабағымызды саламыз. Жақсылап қуырылып болғаннан соң үстіне суын құятын боламыз. Міне қуырылып болды. Енді осылай бір кесе толтырып суымызды құямыз. Суды көп құюдың қажеті жоқ. Міне осылай аздап құямыз. Жақсылап қайнап болғаннан соң, картошка, сәбіз барлығы піскеннен соң осылай блендермен езіп аламыз. Міне барлығын езіп болдық. Ендігі кезекте үстіне 200 грамм кілегей құятын боламыз. 10%, 20% құйсаңыздар да болады. Мен бұл жерде 33% кілегей қолдандым. Кілегейді осылай араластырып болғаннан соң кішкене тағы бір қайнатып жібереміз. Сонымен тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте ерекше дәмді тағамдардың бірі. Өте пайдалы қазіргі кезде асқабақтың сезоны. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Осымен тамағымыз дайын. Ас болсын.